Қайырлы күн қадірменді оқырмандар және әлеуметтік желі қолданушылары. Еңбек жолы кітапханасында жырақ қу атанған ақын Марфуға Айтқожиннан 85 жасқа толуына орай поэзия падишасы тақырыбында кітап көрмесі ұйымдастырылып, жырақ қу Марфуға тақырыбындағы опен-айрды назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі өткізгелі отырған кешіміз поэзия әлеміне өзіндік үн, өзіндік сыр, өзіндік бояу, ажары бар сырлы да нәзік өлеңдерімен оқырман қауымды елең еткізіп, жырмен тербеп жүрген дарынды ақындарымыздың бірі Марфуға Айтқожиннан 85 жылдық мерейтойына арналады. Мұндағы мақсатымыз мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту, тіл мәдениетін көтеру, көркем әдебиеттерді насихаттау. Ақиық ақын Марфуға Айтқожинаның шығармашылығын жастар арасында насихаттау болып табылады. Марфуға Айтқожина жырақ қу атанған қазақтың белгілі ақыны. Марфуға Айтқожина 1936 жылы 25 тамызда Құлжа қаласында дүниеге келген. Ақынның балалық шағы қаймағы бұзылмаған, тұнығы шайқалмаған, халқымыздың салт санасын қаз қалпында сақтаған ортада өседі. Ол 1956 жылы Құлжадағы қыздар гимназиясын бітіреді. 1958 жылы атамекенге оралып, 1965 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін, 1971 жылы Мәскеудегі жоғарғы әдеби курсты бітіреді. 1961-1969 жылдары Қазақ әдебиеті Қазақстан мұғалімі газеттерінде әдеби қызметкер болып істеген. Ақын үздіксіз іздену, үйрену, талаптану арқасында өзінің бойына біткен табиғи дарынын жетілдіріп, белестен белеске шығып өз биігіне жеткен ақын. Соның дәлелі ретінде Қазақстан мемлекеттік сыйлықтың лауреаты атануы. Талай толқын жас буынды туған елді жерді сүюге тәрбиелеген өр тәкаппар жырлары үшін елбасының өз қолына құрмет парасат ордендерін алды. 40-тан астам алыс жақын шет ел тілдерінде өлеңдері аударылып басылып шықты. Марфуға Айтқожина, гүлдер, еменнің жалғыз түбірі, тұратын шыңның үстінде, жетпесе желдің күбірі, жеткен емес ешкімде. Солманда гүлдер өте көп, теруге мен де барғанмын. Сан қиял кеткен жетелеп, самалы жел боп орманмын. Діріл дейді жапырақ, суылдап жерге құйылған, үлгіген тыныш атырап, серкете қалып құйыннан.